Айдынды ауданымызға Алматы облысы әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров арнайы сапармен келді. Өңіріміздің аумағындағы егіс алқаптарын аудан басшысы Әлбек Жақанбаев және аудан әкімінің орынбасары Алмас Ахановпен аралап көріп, ондағы жұмыс барысымен танысты. Алғашқы күні Көлбай ауылдық округінде орналасқан Қойтасов шаруа қожалығына аялдады. Қожалықтың төрағасы Ерболат Қойтасовпен жүздесіп, егілген тәтті түбірді жинау мәселесі бойынша әңгімелесті. Келесі күні арнайы сапармен келген Серікжан Бескемпіров Бескөл ауылдық округіндегі 15 гектарға қант қызылшасын еккен диқаншы шаруа қожалығының егіс алқабына ат басын тіреп, шаруа жайынан құлағдар болды. Кәсіпкер Ерлан Атықбаев өз сөзінде қант қызылшасын Көксу қант зауытына теміржол вагондары арқылы және Ақсу қант зауытына жүк көліктермен тасымалдау қиыншылығын және кәсіпкерлер үшін қымбатқа түсетінін айтты. Осыған орай аталмыш зауыттардың Бескөл ауылдық округіндегі қант зауыты қоймасынан қабылдау пунктін ашу мәселелері көтерілді. Өз кезегінде бұл мәселе аудан диқаншылар үшін өзекті тақырыптардың бірі болып отырғанын жасырмай айтқан облыс әкімінің орынбасары қожалық жетекшісінің еңбегіне табыс тілеп, айтылған ұсыныстар міндетті түрде қаралатынын жеткізді. Соңғы 3 жылдан бері Алакөл ауданы үлкен қант қызылшасын өндірумен айналысып жатыр. Енді өзекті мәселесі бұл жерде қант қызылшасын өндіретін баяғыдан бері өндіріп келе жатырмыз ғой. Совет өкіметінің кезінде 5-10 мың гектарға дейін қант қызылшасын өндірген аудан. Қазірге міне биылға 1000 гектардан асырайын деп отырмыз. 1000 гектардан қызылшасын асырайын деп отырмыз. Ал енді бұл қант қызылшасын өсіру қолдан келеді. Но негізгі өзекті мәселе соны қалаға жеткізу Ақсу заводына. Ана жолы біздің аудан басшылығымен үлкен жиналыс болып, Ақсудың заводының басшылары келді. Сонда бір өзекті мәселе көтерілді доставка жайында. Сол доставка көмектесеміз деп отыр. Бірақ та көмектескеннің өзі бір бөлек біздің ауданнан сұрайтынымыз жинайтын жер ашылса, приемка деп айтады ғой орысша. Приемканы шешіп беретін болса, аудан қант қызылшасын бұдан да көбірек өсіреді. Алыс жолға қатынау және қабылдау пунктінің жоқтығы біраз шаруа қожалықтары үшін қиындық туғызады. Себебі тасымалдау ақысы тәтті түбірдің килограммына ұсынылған бағаның жартысына пара-пар. Өңірімізде биылғы жоспар бойынша жалпы 1063 гектар қант қызылшасын 47 шаруа қожалықтары сепкен. Егер де жоғарыда айтылған ұсыныстар шешімін тапқан жағдайда тәтті түбір себу ауданымызда қарқынды дамып, өнім сапасы арта түсеріне сеніміміз мол. Асыл Алмаханов, Марал Қуатқызы, Нұрмақыт Меңдібайұлы, арнайы Алакөл жаңалықтары үшін.